2024-те туылған 1 жасар тай, таңбасы тұр денесінде. Тұмардың немересі, бойы 1,55-ті жобалайды. Байзақ ауылынан шыққан. Бағасы 1,200,000 теңге деп тұр, саудасы бар. Таразда тұр. Байланыс телефоны 8705 499 9705. Қажет болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаны жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салғыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай қалды. Неге десе, бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды. Сосын аттың басынан ұрға алмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар сөйлесем қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңыздар, қай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой бала. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. Алымыз кластан бастап. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.